1896 жылы француз ғалымы Анри Беккерель әлемнің көптеген елдерінде ядролық физика зерттеулеріне жол салып, радиобелсенділік құбылысын ашады. 1934 жылы Ирен және Фредерик Кюри жасанды радиобелсенділік құбылысын ойлап табады. 1938 жылы неміс ғалымдары Ган және Штрасман уран ядроларының нейтрондарға бөлінуін зерттейді. 1939 жылы неміс ғалымдары Лиза Мейтнер және Отто Фриш уран ядролары бөлінгенде жоғары энергияның бөлінетіндігін растайды. 1939 жылы қыркүйекте Германия Польшаға басып кіріп, Екінші дүниежүзілік соғыс басталады. 1939 жылы ақш-қа эмиграцияланған ұлы физик Лио Циллард пен Энрико Ферми және Альберт Эйнштейн Германияда атом бомбасы құрылуы мүмкін деп алаңдаумен ақш президенті Франклин Рузвельтке ақшта атом бомбасын жасау қажеттілігі туралы меморандум хат жолдайды. 1941 жылғы желтоқсанда ақш президенті Рузвельт атом бомбасын құру туралы шешім қабылдайды. 1942 жылы қыркүйекте Манхэттен деп аталатын атом жобасы іске қосылады. Жобаның жетекшісі болып Лесли Гроувс, ғылыми жетекшісі Роберт Оппенгеймер тағайындалады. Одан әрі жобаға зор адами және материалдық ресурстар шамамен $2 миллиард қаржы жұмсалады. Жобаға қатысу үшін әйгілі ғалымдар Рудольф Пайрс, Отто Фриш, Лио Циллард, Эдвард Теллер және басқа да ғалымдар, барлығы 12 Нобель лауреаттары шақырылады. 1942 жылғы желтоқсанда Энрико Фермидің жетекшілігімен алғашқы ядролық реактор салынады және тізбекті ядролық реакция жүзеге асырылады. 1943 жылғы наурызда Нью-Мексико штатының Лос-Аламос зерттеу орталығы өз жұмысын бастайды. 1944 жылғы қаңтар айында атом бомбасын құру жұмысын жеделдету үшін президент Рузвельттің және Ұлыбританияның премьер-министрі Черчилльдің шешімімен Лос-Аламос орталығына Англияның бірқатар ғалымдар тобы келеді. 1944 жылғы наурызда Нобель лауреаты Нильс Бор ақш президентінің және Ұлыбритания премьер-министрінің атына хат жолдайды. Онда ол соғыстан кейін қарулануды бақылау және жарысуды тоқтату туралы келіссөздер бастау мақсатында ядролық қарудың құрылуы жайлы Кеңес одағына хабарлауға ұсыныс білдіреді. Черчилльдің бастамасымен ұсыныстан бас тартылады. 1944 жылғы қыркүйекте Манхэттен жобасына жетекшілік ететін ақш үкіметінің мүшелері Ванневар Буш пен Джеймс Коннент ақш қорғаныс министрі Генри Стимсонның атына жолдаған хатта ядролық қаруды халықаралық бақылау жүйесіне КСРО-ны енгізу қажеттігін ұсынады, бірақ ұсыныс қабылданбайды. 1945 жылғы 12 сәуірде ақш президенті Рузвельт қайтыс болады. ақш президенті қызметіне вице-президент Гарри Трумен тағайындалады. 1945 жылғы мамырда фашистік Германия тізе бүгеді. 1945 жылғы 16 маусымда Нью-Мексико штатының Аламо Гордо полигонында тротил қуатына баламалы 21 килотонна алғашқы атом жарылады. 1945 жылғы 18 мамырда Потсдамда әлемде соғыстан кейінгі кезеңді құру бойынша жеңімпаз елдер арасында конференция өтеді. Трумен Сталинге жаңа қиратқыш қарудың құрылуы жайлы мәлімдейді. Сталин бұл мәлімдемені байсалды қабылдайды. Себебі Трумен ақшта Кеңес одағының барлау желісінің кең етек жайғандығын білмеген еді және Сталин Манхэттен жобасы туралы толық хабардар болатын. Трумен Постдамнан Хиросима, Нагасаки, Какура және Нигата Жапон қалаларына атом бомбаларын тастауға бұйрық береді. 1945 жылғы тамызда Тиньян аралынан Хиросимаға тасталатын қуаты 15 килотонна малыш уран бомбасымен В-29 бомбалаушы жіберіледі. Қала толығымен жойылып, Жапония деректері бойынша 150 мың адам қаза табады. Екінші плутоний бомбасы 1945 жылғы 9 тамызда Нагасакиге тасталады. Жапония деректері бойынша 80 мың адам қаза табады. Тынық мұхитының үстінен атом бомбасымен үшінші бомбалаушы Труменнің тікелей бұйрығынан кейін базаға қайтарылады. Ол бейбіт халық арасындағы орасан зор құрбандардан шошынады. Кейін Жапон қалаларын бомбалау жайында көп елдер өкінеді. Ватикан бомбалаушылары жедел айыптап, бомбаларды қолдану айуандық және жан түршігерлік христиан өркениеті мен мораль заңдары бойынша ауыр соққы деп мәлімдейді. Манхэттен жобасына қатысқан көптеген ғалымдар атом бомбаларының қолданылуына қарсы болады.
Президент Трумен атом бомбаларын қолдану жүздеген мың американдықтардың өмірін құтқарған әскери қажеттілік деп санайды және өмірдің соңына дейін ол үшін ешқашан өкінбейді. 1945 жылғы қыркүйекте ақш-тың әскери министрі Генри Стимсон президент Труменге Кеңес одағымен бірігіп атом қаруын халықаралық бақылау туралы меморандумды ұсынады. Бірақ мемлекеттік хатшы Бирнс және әскери теңіз флотын басқарушы Джеймс Форестел бұл ұсынысқа қарсы болады. Себебі олар ақш атом бомбасының құпияларын басқа елге жарияламау керек деп санайды. 1945 жылғы қыркүйекте Жапония тізе бүгіп, екінші дүниежүзілік соғыс аяқталады. 1945 жылғы қыркүйекте ақш, Ұлыбритания және Канада әкімшіліктері Біріккен ұлттар ұйымына уранның әлемдік запастарын, өнеркәсіптік атом кәсіпорындарын және ғылыми зерттеу қызметін бақылауды қамтитын атом энергиясын бақылау бойынша Біріккен ұлттар ұйымының комиссиясын құру туралы ұсыныс білдіреді. Джейм Коннент осы ұсынысты бастаушының бірі Кеңес одағымен достық қарым-қатынасты орнату мүмкін және қажет деп санайды. Бірақ президент Трумен соңғы сәтте комиссия төрағасы қызметіне Бернард Барухты тағайындайды. Ол ақш-тың атомдық монополиясын сақтаумен Біріккен ұлттар ұйымының қатысуынсыз радикалдық өзгерістерді қабылдайды. Нәтижесінде бұл тұйыққа келіп тірейді. Бір 1930 жылдардың соңында кеңестік физиктер ядроның бөліну процестерін зерттеуде көптеген жетістіктерге қол жеткізеді. Мұнымен әйгілі кеңестік ғалымдар Йоффе Капица, Флеров, Курчатов, Харитон, Зельдович және тағы басқалар айналысады. 41 жылдың соңында ақш-та, Англияда және Германияда уран жобасына қатысты жұмыстар туралы барлау ақпараттары алынады. 1942 жылдың қыркүйек айында Кеңес одағында Бас қорғаныс комитетімен уранға қатысты жұмыстарды ұйымдастыру туралы өкім қабылданады. 1943 жылдың ақпанында уранның энергиясын әскери мақсатта қолдану бойынша жаңа бұйрық қабылданады. Уранды әскери мақсаттарда қолдану үшін КСРО ғылым академиясының екінші зертханасы құрылады. Жобаның ғылыми жетекшісі болып Игорь Васильевич Курчатов тағайындалады. 1945 жылғы тамызда Иосиф Виссарионович Сталиннің қолы қойылған мемлекеттік қорғаныс комитетіне қарасты арнайы комитетті құру туралы үкімет қаулысы қабылданады. Осы комитеттің төрағасы қызметіне Лаврентий Павлович Берия тағайындалады. Халық комиссарлар кеңесіне қарасты бірінші бас басқарма құрылады. Басқарманың жетекшісі болып Борис Львович Ванников тағайындалады. Хиросима мен Нагасаки қалаларын атомдық бомбалаудан кейін Сталин атом бомбасын құру жұмыстарын жеделдету туралы шешім қабылдайды. Соғыстан әлсіреген ел атом жобасына орасан зор қаржы мен адами ресурстарды жұмсайды. 1946 жылғы сәуірде КСРО министрлер кеңесі Мәскеудің оңтүстік шығысынан 400 км қашықтықта Саров қаласында номер 11-ші конструкторлық бюросын құру туралы шешім қабылдайды. Бұл конструктор комитетіне Юлий Борисович Харитон тағайындалады. Бұл алғашқы атом бомбасы құрылған ядролық орталық болады. 1946 жылғы желтоқсанда номер 2-ші зертханада алғашқы уранды графитті реактор іске қосылып, ядроның бөлінуін басқаратын тізбекті реакция жүзеге асырылады. 1947 жылғы сәуірде Семей ауданында ядролық сынақ полигонын салу туралы үкіметтің қаулысы қабылданады. 4 жыл ішінде кеңестік ғалымдардың, инженерлердің, жұмысшылардың орасан зор күшімен елімізде уран өндіруден бастап атом бомбасын жасауға дейінгі атом өнеркәсібі құрылады. 1949 жылғы 29 тамызда алғашқы кеңестік атом бомбасын сынақтан сәтті өтеді. Жобаның әкімшілік жетекшісі атом бомбасын құруға зор үлес қосқан, айрықша ұйымдастырушы қабілетін танытқан, тағдыры қайғылы аяқталған Лаврентий Берия болды. 1953 жылы ол репрессияға ұшырайды. Жобаның ғылыми жетекшісі Игорь Васильевич Курчатов болады. Харитон, Зельдович, Шелкин, Флеров, Хлопин және тағы басқа ғалымдар бомбаның жасалуына зор үлес қосады. Бірқатар батыс интеллигенциясының Кеңес одағына әлемдегі ең алғашқы қарапайым жұмысшылар мен шаруалар мемлекетіне көңілдері ауып, олар коммунизм идеяларын қолдайды. Кеңестік барлау желісі ақш-тың көптеген үкіметтік құрылымдарға және әскери өнеркәсіп объектілеріне енеді. Сонымен қатар өте құпиялы атом бомбасын құру бойынша Манхэттен жобасына кең етек жаяды. Манхэттен жобасының қатысушылары әйгілі ғалымдар
Неміс антифашист Клаус Фукс, американдық ғалымдар Теодор Холл, Дэвид Гринглас және басқалар атом бомбасын құру және озық технологиялар құпиясын Кеңес одағына риясыз жария етеді. Олар ақш-тың атомдық монополиясын әлем үшін қауіпті деп санайды. Қарама-қарсылық үшін Кеңес одағы атомдық қаруға ие болу керек деп санайды. Бұл кеңестік атом жобасының құрылуын 1,5-2 жылға жеделдетеді. Алғашқы кеңестік атом бомбасы американдық бомбаның көшірмесі болады. Дегенмен бұл атом бомбасын жасауға зор күш жұмсаған кеңестік инженерлер мен ғалымдардың еңбегі бағаланады. ақш пен КСРУ арасында қарсы тұру және қарулану бойынша бәсекелестіктің жаңа кезеңі басталады. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін әлемде екі ұлы держава үлесіне әлемнің өнеркәсіптік өндірісінің 60% тиесілі, ақш және әлемдегі алтын қорының 80%-на дейінгі үлесі тиесілі соғыспен әлсіреген, бірақ әскери қарым-қатынасы күшейген Кеңес одағы құрылады. Соғыстан құлазыған Европада билік вакуумы пайда болады. Бұл КСРО мен ақш арасындағы шиеленіске себепші болады. Екі ел коммунизм мен капитализм идеологиялар арасындағы дау шешілмейді деген бітіспес бағытта ұстанады. 1946 жылғы ақпанда американдық дипломат Джордж Кеннон Мәскеуден екі ел арасында достық қарым-қатынасты және ынтымақтастықты орнату мүмкін еместігі және Кеңес одағының тыйылысы туралы ұзын телеграмма жолдайды. Телеграмма Мәскеумен қатаң бағытты ұстанушылар үшін қолайлы болады. Бірнеше жылдар өткеннен кейін Кеннон ол үшін қатты өкінеді. 1946 жылғы 6 наурызда Миссури штатындағы Фултон қаласында Уинстон Черчилль шығыс пен батыстың бір-біріне қарама-қарсылығы және темір шымылды құру қажеттілігі туралы бастама жасайды. Бұл сұм соғыстың бастауы болады. 2014 жылғы құпиясы жария болған құжаттарда Черчилль ең алдымен Мәскеуді атоммен бомбалану арқылы Кеңес одағына соғыс бастауды ұсынған. Президент Трумен 1947 жылы бүкіл әлемде тыйылыс және коммунизммен күресу доктринасын қабылдайды. Атом қаруының монополиясына ие ақш оны басқа елдерге ең алдымен Кеңес одағына саяси қысым құралы ретінде қолданады. 1943 жылғы маусымда ақш президенті Рузвельттің жарлығымен ұлттық қауіпсіздік агенттігінің Венона атауымен аса құпиялы орталығы құрылады. Ол соғыс кезінде және сұм соғыстың алғашқы жылдары жұмыс істейді. Венона кеңестік дипломаттардың құпиялы жеделхаттардың және телефон қоңырауларының мағынасын ашумен айналысады. Орталықта бірнеше мыңдаған мамандар, математиктер, лингвистер және талдаушылар жұмыс істейді. Венона ақш-тың құпиялы жобасы болады. Тіпті ол жайында президент Трумен және орталық барлау басқармасы да білмейді. Бұл Венона басшылардың кеңестік агенттіктердің жобаға қатысуынан сақтану үшін жасалады. 1944 жылы американдық қарсы барлау агенттері директоры Эдгар Гувер тағайындалған Федералды тергеу бюросы Нью-Йорктегі Амторг кеңестік ұйымына заңсыз кіріп құжаттарының көп бөлігін ұрлайды. Осы құжаттар кеңестік агенттердің үкіметке, қорғаныс министрлігіне, өнеркәсіп объектілерге, сондай-ақ Манхэттен жобасына енгендігін растайды. Бұл соның ішінде Манхэттен жобасында қызмет ететін Клаус Фукс сияқты және тағы басқа бір қатар кеңестік агенттіктердің құпиясын ашуға мүмкіндік береді. 1948 жылғы ақпанда Венона жобасына енген кеңестік агент Уильям Фейсбонд осы жайында кеңестік барлауға хабарлайды. Мәскеу дереу шифрлерді ауыстырады. Осылайша Венона жобасы аяқталады, бірақ құжаттар талдаушылармен ұзақ жылдар зерттеледі. 1948 жылы маусымда Берлин дағдарысы орын алады. Соғыстан кейін Берлин батыс және шығыс басқыншылық аймағына, яғни батыс пен шығыс Берлин болып екіге бөлінеді. Кеңес одағы Германияның батыс басқыншылық аймағы мен батыс Берлин арасындағы темір жолды жабады. Бұл ақш пен КСРО арасындағы қарым-қатынастың шиеленісіне алып келеді. Президент Трумен Англияға атом қаруы мен бомбалаушыларды жіберетіндігін мәлімдейді. Блокада авиациямен бұзылады. Батыс Берлинмен әуе көпірі орнатылады. Тамақ өнімдері және бірінші қажеттіліктегі тауарлар батыс Берлин тұрғындарына ұшақтармен тасталады. 1948 жылғы қыркүйекте темір жол Кеңес одағымен қалпына келтіріледі. 1949 жылы Еуропада НАТО әскери блогы құрылады. Оған ақш пен батыс Еуропа және Түркия елдері кіреді. НАТОға қарсы Кеңес одағы және оның одақтастары Варшава шартының әскери блогын құрады.
Еуропа кейін әскери іс-әрекеттердің ықтималды театры атанады. 1950 жылы американдық әскери талдаушылар Кеңес одағына қарсы болжамды соғысты есептейді. Атомдық бомбалауға қарамастан, ақш Кеңес одағын жеңе алмайды және соғыстан жеңілуі мүмкін деген пікір туындайды. Соғыс кезінде көрсеткен советтік сарбаздардың төзімділігі мен ерлігін, ауыр жағдайларда соғысты жүргізе білу қабілетін ескеріп, бір айдан соң Кеңес одағы және оның одақтастары Батыс Еуропаны басып алады. 6 айдан кейін үздіксіз бомбалау салдарынан ақштың негізгі одақтасы Англия қатардан шығуы ықтимал. Бүкіл Еуропаны және Гибралтарды, сондай-ақ Сирияны қоса алғанда, шығыс Жерорта теңізіндегі елдерді және таяу шығысты басып алуы мүмкін. Чукотка жартылай аралында 14-ші әуе десантты әскер Аляскаға, ақш аумағына басып кіреді деген тұжырымға келеді. Советтік әуе шабуылына қарсы қорғану құралдарынан және авиациядан американдық авиацияның 55% шығындалады. Бұл американдық әскерлердің жігерін басып тастайды. ақш соғысқа дайын болған жоқ, дегенмен ядролық әлеуетті артыру арқылы соғысқа дайындығын жалғастырады. Келесі өткір қарсы тұру 1950-1953 жылдардағы солтүстік пен оңтүстік Корея арасындағы қақтығыс. ақш пен оның одақтастары оңтүстік Корея тарапынан соғысқа қатысады. Ал Кеңес одағы солтүстік Кореяға әскери көмек көрсетеді. Солтүстік Корея тарапынан соғысқа 300 мың әскерімен Қытай қосылып, американдық әскерді тойтарыс жасайды. Кореядағы американдық әскердің бас қолбасшысы генерал МакАртур Қытайға ядролық соққы жасауға ұсыныс білдіреді. Бірақ президент Эйзенхауэр оның ұсынысынан бас тартады. 1953 жылы солтүстік және оңтүстік Корея арасында бітімгерлік орнайды. 1953 жылғы наурызда Иосиф Сталин өмірден озады. Оның құқық жалғастырушысы Георгий Маленков социалистік және капиталистік екі жүйенің қатар бейбіт өмір сүруіне ұсыныс білдіреді. 1953 жылы ақштың 1436 ядролық зарядтары, ал Кеңес одағының 120 ядролық зарядтары болды. ақштың ядролық әлеуеті Кеңес одағынан 12 есеге көбеді. 1953 жылғы ақпанда американдық ғалым Роберт Оппенгеймер Нью-Йоркта өзінің сөзінде ақш пен КСРОны бөтелкедегі екі шаянға теңейді. Ол әрқайсысы бірін-бірі өлтіре алады, бірақ өмірлерін құрбан етеді. Ірі американдық шаянның уы сияқты, советтік шаянның уы аз болса да өлтіруге қабілетті деп атап өтеді. 1953 жылғы желтоқсанда президент Эйзенхауэр Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясына әлем үшін атомдар атты бағдарламасын ұсынады. Бұл бағдарлама атом энергиясы бойынша халықаралық агенттікті құруды қарастырған еді. Бұл қарусыздану бойынша советтік-американдық диалогты қалпына келтірудің алғашқы қадамы болады. ақш пен КСРО арасындағы ұзақ уақыттық келіссөздерден кейін Нью-Йорк конференциясында Магатэ жарғысы қабылданып, оған 70 ел қол қояды. 1957 жылғы 29 маусымда жарғы күшіне енеді. Бұл кейін өзінің тиімділігін көрсеткен ядролық қарулануды шектеу және қарусыздануды бақылау үшін ақш пен КСРОмен қабылданған зор қадам еді. Қос державаның арасындағы текетірестің келесі шыңы 1962 жылы Кариб дағдарысы кезінде туындайды. 1959 жылы Кубада социалистік революция орын алады. ақш тарапынан Кубада әскери интервенция қаупі туындайды. Кубалық көшбасшы Фидель Кастро Кеңес одағынан көмек сұрайды. ақшқа КСРОның ядролық әлеуетінің қатынасы 17-ге 1 шамасында болады. Советтік көшбасшы Никита Хрущев ақшқа жасырын түрде 1962 жылғы жазда Кубада ақштың аумағына жететін орташа қашықтықтағы зымырандардың іске қосу қондырғысын, сонымен қатар тактикалық ядролық қаруын және 6 атом бомбасымен Ил-28 ұшақтарын орналастырады. Кубада 40 мың советтік гарнизон орналастырылады. Кубалық әскер саны 250 мың адамды құрайды. Сонымен қатар Куба жағалауына ядролық торпедалар мен сүңгір қайықтар жіберіледі. ақштың әскери басшылығы Кубаға қаншалықты қауіп төнетіндігін болжамай, 1962 жылғы қазанда Кубаға әскерлердің басы кіруіне шешім қабылдайды. Американдық әскерлер Кубаға басып кірген жағдайда ақш аумағына ядролық соққының жасалу қаупі туындауы мүмкін еді. Болжам бойынша шамамен 100 миллион адам, соның ішінде 80 миллион американдықтар қаза болар еді. Әлем қирау шегінде болды.
ақш пен ксро басшылығы арасында қарқынды келіссөздер арқылы 1962 жылғы 28 қазанда тараптар келесі шарттармен екі жақты келісімге келеді. ксро Кубадан өзінің ядролық қаруын алып кетуі қажет. ақш Кубаға шабуыл жасамауға кепілдік беру. ксро-ның еуропалық бөлігіне бағытталған Туркиядағы американдық базасынан Юпитер баллистикалық зымырандарын алып шығу қажет. Кариб дағдарысы 20 ғасырдың адам тарихындағы орасан зор дағдарыс болып саналады. 1960 жылғы ақш пен Германияның бастамасымен Варшава шартына қатысушы елдерге қарсы бағытталған НАТО-дағы көп тарапты ядролық күштерді құру жоспарланады. Германия, Франция мен Англияның келіспеушілігі салдарынан 1964 жылы жоба жабылады. 1970 жылдардың басында ксро мен ақш арасында ядролық әлеуетінің шамамен теңдігі орнайды. ксро мен ақш арасында ОСВ-1, ОСВ-2 ядролық қаруларын шектеу және азайту бойынша бірқатар шарттар жасалады. 1979 жылы Ауғанстанға советтік әскерлердің енуіне байланысты әлемде саяси жағдай кенет өрши түседі. Сұм соғыс қайтадан жаңа күшпен күшейеді. 1979 жылы президент Картер Кеңес одағына ең алдымен Мәскеуге ядролық соққы жасау туралы нөмірі 59 директиваға қол қояды. 1980 жылдың басында Кеңес одағының басшылығы СС-20 батыс шектемесі бойынша Пионер РСД-10 орташа қашықтықтағы зымыранды Еуропаға кіргізіп, үлкен қателікке жол береді. ақш пен НАТОға қарсы жауап ретінде Еуропаға қашықтығы орташа Першинг 2 зымыраны және Томагавк жер бетіне базаланатын қанатты зымырандар кіргізіледі. Мәскеуге дейін зымыранның ұшу уақыты 7 минут. Жағдай қиындай түседі. Советтік әскерлер периметр немесе мертвая рука атты жауапты соққы бағдарламасын құрады. Мәскеуге ядролық соққы жасалғаннан кейін Совет үкіметінің басшылығы қаза болған жағдайда Уралдағы қорғалған бункерде орналасқан офицерлер тобы ақш аумағына ядролық қаруға ие болғандарға автоматты іске қосуға сигнал беретін Орынбор облысындағы Капустин Яр полигонының зымырандарды жіберу жоспарланады. Периметр бағдарламасы немесе судный день машинасы 1984 жылы әскери кезекшілікке қойылады. Өкінішке орай, ақш бұл бағдарлама жайында хабарсыз болады. Жауапты соққы қауіпті ұлы қос держава арасындағы қарсы тұру шиеленісін азайтуы мүмкін еді. 1985 жылы ксро-ның билігіне Михаил Горбачевтың келуімен әлем өзгереді. 1987 жылы Вашингтонда РСМД қашықтығы төмен және орташа зымырандарды жою туралы шартқа қол қойылады. 1991 жылы Мәскеуде ОСВ-1 ядролық стратегиялық қарулануды қысқарту және шектеу туралы шартқа қол қойылады. Сұм соғыс аяқталады. Сұм соғыс кезіндегі кейбір мамандардың пікірі бойынша батыс пен арнайы қызметтердің әрекеттерін үйлестіретін аса құпиялы орталық құрылады. Орталық қызметі Кеңес одағын бұзу болып табылады. Жоспарлы экономиканың арасында Кеңес одағының жалпы ұлттық өнімінің өсуі капиталистік елдерден 2 есе жоғары болады. Бай табиғи ресурстарға ие Кеңес одағы әлемдік нарықта зор экономикалық бәсекелес бола алар еді. Батыстың арнайы қызметі мен коммунистік партияның басшылығына Кеңес одағы үкіметіне және арнайы қызметіне өткен агенттер кіргізіледі. Олар ұлттық республикаларға біріккен коммунистік идеологияны бұзады. Кеңес одағының тарихын жасанды етеді. Советтік конституцияның жетілмегендігі қолданылады. Бұл ксро құрамынан шығуға дейін өзін-өзі билеу бойынша республикалардың құқығы. ксро-да 70 жылдары диссиденттер қозғалысы құрылады. 80 жылдары Ресей мен Қазақстанда жағдайды тұрақсыздандыру үшін шахташылардың ереуілдері ұйымдастырылады. Ұлттық майдан жасалады және республикаларда ұлттық қақтығыстар өрши түседі. 1991 жылы Мәскеуде тамыздағы арандатылған бүлік орын алады. Нәтижесінде 1991 жылғы желтоқсанда Ресей, Украина мен Белоруссия басшылары кеңестік шартты бұзып, Кеңес одағы ыдырау шегіне жетеді. бір мың 1989 жылғы 12 ақпанда Семей полигонындағы кезекті жер асты ядролық жарылыстан кейін жер бетіне радиобелсенді газ таралады. Радиобелсенді бұлт стратегиялық авиация дивизиясы шоғырланған Шаған кентін басады. Ту-95 стратегиялық бомбалаушылар Тынық мұхит акваториясы бойынша ақштың батыс жағалауына дейін әскери торуылдайды. Сынақ салдарына алаңдаған дивизия командирі генерал-майор Павел Бредихин осы туралы Семей облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы Кешірім Бостаевқа хабарлайды.
1989 жылғы 20 ақпанда Кешірім Бостаев Кеңес одағының коммунистік партиясының орталық комитетінің бас хатшысы Михаил Горбачевқа аса маңызды грейфмен Семей полигонында ядролық жарылыс жиіліктерін азайту және бұдан ары басқа орынға ауыстыру талабымен шифрограмма жібереді. Бұл ядролық сынақтарды тоқтату және есептеу орнының бірі Кеңес одағында сынақтарды тоқтату туралы алғашқы құжат болады. 28 ақпанда бас хатшы Михаил Горбачевтың тапсырмасы бойынша Қазақстанға Семей полигонындағы жағдайды зерттеу үшін үкіметтік комиссия келеді. 28 ақпанда Алматы қаласында ядролық сынақтарды тоқтатуға қатысты митинг өткізіледі. Онда әйгілі қазақстандық Олжас Сүлейменов сөз сөйлеп, Невада Семей халықаралық ядроға қарсы қозғалыс құру туралы шешім қабылданады. 1991 жылғы 29 тамызда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Семей ядролық сынақ полигонын жабады. 1991 жылғы желтоқсанда Кеңес одағы тарап Қазақстан тәуелсіз мемлекетке айналады. Ерікті түрде бас тартқан Қазақстанға әлемдегі 4-ші ядролық әлеует Кеңес одағынан мұра болып қалады. 1992 жылғы 23 мамырда Қазақстан ядролық қаруды таратпау туралы өзінің міндеттемелерін бекіткен ЦНВ-1 шартының Лиссабон хаттамасына қол қояды. Семей полигонындағы көп жылғы ядролық сынақтар салдарынан полигонға жақын тұратын халықтың денсаулығына және қоршаған ортаға аса зор зиян келтіріледі. 10 мыңдаған адамдар ядролық сынақтан зардап шегіп, жүздеген мың адамдар ядролық сынақтардың әсеріне ұшырайды. Қазақстан үкіметімен сынақтан зардап шеккен халықты реабилитациялау және әлеуметтік қорғау бойынша бағдарлама әзірленеді. Кешірім Бостаевтың бастамасымен Қазақстан парламенті 1992 жылғы 18 желтоқсанда Семей полигонында ядролық сынақтан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы заң қабылдайды. Заң азаматтардың денсаулығына келтірілген зиянды оларға өтеу құқығы мен ерлердің 50-55 жасында, әйелдердің 45-50 жасында зейнетке шығу құқығын қарастырады. 1994 жылы Қазақстан Ресейге ядролық қаруды шығаруды аяқтайды. 1995 жылғы мамырда Семей полигонында соңғы ядролық заряд жойылады. 1999 жылы Қазақстанда баллистикалық зымырандардың барлық шахталық қондырғылары жойылады. 2006 жылғы 8 қыркүйекте Семейде Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан елдері мен Орталық Азия ядросыз аймақ туралы шартқа қол қойылады. Қазақстан ғылыми әлеуетке және шикізат базасына ие болғандықтан ядролық қаруды құра алады және ядролық клубтың мүшесі бола алады. Қазақстан бүкіл әлемде ядролық қаруды таратпау және тыйым салу бойынша саясатты белсенді жүргізеді. бір мың 1992 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен бұрынғы Семей полигонының базасы Курчатов қаласында ұлттық ядролық орталық құрылады. Ол ядролық сынақ салдарын, ядролық қалдықтарды жою және көму проблемаларын зерттеумен айналысады. Ұлттық ядролық орталықтың құрамына келесі институттар кіреді. Радиациялық қауіпсіз және экология институты 1992 жылы құрылады. Негізгі бағыты ядролық сынақтар жүргізілген аймақтағы радиоэкология және радиациялық мониторинг жүргізу, бұрынғы Семей полигонының радиациялық ластанған аумақтарының топырақ құнарлығын қалпына келтіру. Сынақ даласының алаңында 1949-1963 жылдары жер бетінде және әуеде жүргізілген сынақтар өте қауіпті сынақтар болып табылады. 1949 жылғы 29 тамыз, 1951 жылғы 24 қыркүйек, 1953 жылғы 12 тамыз, 1953 жылғы 24 тамыз, 1956 жылғы 24 тамыз, 1962 жылғы 7 тамыз. Радио белсенді зақымдану полигон аумағымен ғана шектелмейді. Ол полигон аумағынан тыс жерлерге де таралып, Ресей аумағын, Новосібір, Кемерово облысын және Алтай өлкесінде қамтиды. Институт пен полигонда жүргізілген сынамаларды іріктеудің зертханалық талдауы топырақтың құрамында радионуклидтердің, цезийдің, стронцийдің, плутонийдің және тритийдің бар екендігін көрсетті. 1990 жылдары институт Ресей мамандарымен бірігіп радиоэкологиялық жағдайдың бағалауын жүргізеді.
1993-1994 жылдары институт құрамына ақш, Франция және Ұлыбритания өкілдері кірген МАГАТЭ миссиясымен бірігіп полигонға жақын орналасқан елді мекендердің радиациялық жағдайын және осы аудандардағы тұрғындардың сәулелену мөлшерін бағалауын жүргізеді. Қорытынды құжатта қоршаған ортаның ластануы бойынша сәулеленудің гамма қуаты ғаламдық деңгейге тең екендігі көрсетіледі. Кейбір аудандарда төмен көрсеткіш көрсетілген, бірақ ол жергілікті тұрғындар үшін қауіпті емес. Атом энергиясы институты 1992 жылы құрылады. Институт жеңіл сулы реакторлардың ауыр авария салдарын зерттеумен айналысады. Институт ядролық реакторлардың қауіпсіздігін зерттеу бойынша халықаралық жобалар аясында жұмыс істейді. Кормит, Фукусима, Этли, Сайга, Максима, Конверсия. Байкал бір кешені бұрынғы Семей полигонында Курчатов қаласынан 65 км қашықтықта орналасқан. Кешенде 2 зерттеу реакторы бар. ИВГ-1М реакторы 1975 жылы іске қосылады. Мұнда тәжірибелі белсенді ярд аймақтары ядролық реактивті қозғалтқыш 12 сынақтары жүргізіледі. РА реакторы Иргит реакторының ярд стендтік түп талғаның құрылымы негізінде жасалған. Ол 1987 жылы іске қосылады. 1998 жылдан бері сақтауда тұр. Игр зерттеу реакторының кешені бұрынғы сынақ алаңының жанында орналасқан. Игр зерттеу графитті реактор әлемдегі ең ескі реактордың бірі болып табылады. 1961 жылдан бастап мұнда импульстік реакторлардың динамикасын зерттеу жүргізіледі. 1992 жылдан бастап реакторлық қондырғылардың отын және конструктивтік материалдарының зерттеулері жүргізіледі. Сонымен қатар ядролық реактивті қозғалтқыштардың ярдтары зерттеледі. Қазіргі уақытта Жапониямен және Франциямен келісімшарттар бойынша жылдам нейтрондарда реакторлардың қауіпсіздігі бойынша реактор ішілік зерттеулер жүргізіледі. Халықаралық реакторды құру жобасына қатысқан қазақстандық және Ресей ғалымдарымен плазма физикасы саласында зерттеулер жүргізу және материалтану саласында есептер шығару, реакторлық камералардың тізбектері мен элементтерін әзірлеу мақсатында ИТЕР құрылады. Қазақстандық тоқамақ Қазақстандағы келешегі зор жобалардың бірі болып табылады. Тоқамақты іске қосу 2010 жылы жоспарланған.